Күмісбұлақ қаласы 1983 жылдың қазан айы. Бірнеше сағат айырмашылығымен қалалық жедел жәрдем шипажайына 3 жас сардар түседі. Белгілері бірдей: құсу, денесінің құрысуы, сарғаю және иесінің кіресілі шығасылы болуы. Кезекші дәрігер алғашында асқазаннан улану деп ойлағанымен, талдау қорытындыларын көргенде жүзі құп-қу болып кетті. Бауырдың улануы. Бауыр шіріп бара жатты. Біріншісі 8 сағаттан соң есін жұмастан бақилық болды. Екіншісі 12 сағаттан соң жансақтау бөлімінде өз құсығына шашалып, азаппен көз жұмды. Үшіншісі 1 тәулік бойы арпалысты. Денесі әбден сарғайып өліп бара жатқан сезді. Бірақ неден екенін түсінбеді. Тек су деп қиылды. Мейірбике су бергенде оның қолы кесені ұстауға да қауқарсыз еді. 1 сағаттан соң ессіз күйге түсіп, 3 сағаттан кейін дем үзілді. Мәйітті ашқанда белгілі болғандай, себебі дихлоретан. Бұл өндірістік еріткіш. 20-30 миллилитрдің өзі бауырды ботқаға айналдырып жібереді. Тергеуші олардың соңғы күні көрген адамдарының бәрінен жауап алды. Солардың бірі 23 жастағы Наркес еді. Ол осы сардарлармен бірге қызмет ететін жігіттің жары, қалалық сұлулық байқауының жеңімпазы және дәрі-дәрмек жасау зауытының зертханашысы болатын. Дәл осы Наркес 12 сағат бұрын 3 кесе шие шырынына дихлоретанды мұқият өлшеп тұрып құйған еді. Наркес 1960 жылы туған. Оның сұлулығына көшедегі жұрт жалт қарамай өтпейтін. Қою қара шаштары, сұрғылт жанары мен тіп-тік дене бітімі оны нағыз ару етіп көрсететін. 18 жасында ол қалалық сұлулық байқауында топ жарып, құрмет қағазымен бірге 300 теңге сыйақы алған болатын. Қаланың түкпір-түкпірінен жігіттер хат жазып гүл жіберіп жататын. Бірақ Наркес бәрінен сыпайы түрде бас тартты. Ол өзінің кімді күтіп жүргенін білмесе де, жүрегінің қалауын тосты. Мамандығы химик. Зауыттың сапаны бақылау зертханасында жұмыс істеді. Улы заттармен, еріткіштермен жұмыс істеуге қолы үйренген. Ешқашан қателік жібермейтін, дәлдікті жақсы көретін маман еді. Ол күтпеген жерден әскери жігітке ғашық болды. Сердар 25 жастағы қарапайым жігіт. Олар кітапханада жоғарғы сөредегі бір кітапқа екеуі бірдей қол созғанда танысып, жарты жылдан соң шаңырақ көтерді. Құрбылары: Наркес, саған зауыт директорлары гүл тасып жүргенде бір бөлмелі пәтерінде тарақаны өріп жүрген сардарға қалай кидің? Деп таңғалды. Бірақ Наркес үшін оның имандылығы мен жылы жымиысы жеткілікті еді. Сердардың бір ғана кемшілігі достар еді. 3 жолдасы да әскери қызметте болғанымен, мінездері мүлдем басқа. Дөрекі, араққа құмар, шулы адамдар. Айбар, топтың басшысы, беті қып-қызыл, дауысы ащы. Жары басқа қалада тұратын жігіт. Қахар, арықша еген, қатал. Қол астындағы сарбаздарды ережеге сай емес, өз қалауымен ұрып соғатын қатыгез. Алас, ең кішісі 22 жаста, үнемі мас болып, мәнсіз күліп жүретін, бірақ жанары бос адам. 1983 жылдың қыркүйек айы. Үлкен тойхана. Ақ дастарқан, қағаз гүлдер, толассыз айтылған тілектер. Әдетте ішімдікке жоламайтын Сердар сол күні достарының қыстауымен әр тілектен соң кесе көтеруге мәжбүр болды. Кешкі сағат 10-дар шамасында ол өмірінде алғаш рет әбден мас болып үстел үстінде сұлқ жатты. Наркес жарын орындықтардың үстіне жатқызып, үстіне сырт киімін жауып, маңдайынан сипады да қонақтарды шығарып салуға оралды. Түн ортасы ауғанда зал қаңырап бос қалды. Тек Айбар, Қахар және Алас үшеуі ғана үстелде қақиып отырып, ішімдік ішуін тоқтатпады. Олардың сол түнгі әрекеті Наркестің жүрегіндегі кек отын тұтандырып, 3 адамның ажалына себеп болатын оқиғаға ұласты. Той көйлегін киген шаршаған Наркес жігіттерге жақындады.
Жігіттер, рахмет, тарқасатын уақыт болды, деді ол. Айбар бұлыңғы шанарын көтеріп, кекесінмен жымиды. Бізбен отырсаңшы, Наркес, қайда асығасың? Жолың болғыш жарың бәрібір естісіз жатыр. Наркес, кеш болды, Сердарды үйге апару керек, деп жауап берді. Қахар, Сердар, сен оған не үшін тұрмысқа шықтың? Қаланың бүкіл жігіті саған ғашық еді. Кез келгенін таңдай алар едің. Ал сен мына бос белбеуді таңдадың, деді. Алас қарқылдап күліп жіберді. Дөп бастың. Сердар жақсы жігіт қой. Бірақ ол саған не үшін керек? Саған нағыз еркек керек. Наркес ширығып кетті. Сердар туралы бұлай сөйлемеңіздер. Ол менің жарым. Мен оны жақсы көремін. Айбар орнынан тұрды. Ол үлкен, терең, беті арам судан қызарып кеткен еді. Ол тым жақын келіп, ауыр әрі ыстық алақанын әйелдің иығына қойды. Жақсы көресің бе? Ал ол ше? Жоқ, ол саған лайық емес. Өзіне қарашы, сосын оған қара. Сен сұлусың. Наркес оның қолын қағып жіберіп шегіншектеді. Маған кету керек, Сердар. Қахар орнынан тұрды. Алас қапталдан келді. Оны қоршап алды. Арам судың, тердің және иіс судың иісі мүңкіді. Айбар, асықпа, Наркес. Кеш енді басталды, деді. Оны ұстап алып, пойхананың ас үйінен әрдегі қызметкерлерге арналған дәретханасына қарай сүйреді. Наркес айқайлады. Бірақ зал бос. Ас үй жабық. Үнтаспадан әуен әлі ойнап тұр. Ал Сердар 50 адым жерде, қабырға жанындағы орындықта ес-түссіз мас болып жатыр. Ештеңе естімейді. Өз үйлену тойында керіншек көйлегі мен қызметтік дәретхананың суық еденінде үшеуі кезекпен 30 минут бойы қорлады. Бәрі біткен соң Айбар белдігін тартып, еңкейіп құлағына сыбырлады. Бұл туралы біреуге мейлі күйеуіне, мейлі сақшыларға айтатын болсаң, сені де, оны да тауып аламыз. Екеуіңді де бауыздап кетеміз. Ұқтың ба? Наркес еденде жатып басын изеді. Ұқтым. Оларды үйіне жалдамалы көлікпен өздері жеткізді. Сердарды қолтықтап апарды. Ол ұйықтап жатып бірдеңелерді мінгірлеп жымиып қояды. Қасында боп-бос үнсіз Наркес тапталған ақ көйлегімен отырды. Үйде жарын жатқызып қасына жатты. Бірақ көз ілмеді. Таң атқанша төбеге телмірумен болды. 30 күн, 30 түн өтті. Наркес жұмысқа барды. Кешкі ас пісірді. Жарына жымиды. Кірін жуды. Киімін үтіктеді. Өмір сүріп жатты. Сырт көзге мінсіз жас келін. Іштей киіп кеткен. Қап-қара, өлі дала. Бірде-бір тіршілік белгісі жоқ. Сердар бірдеңенің дұрыс емес екенін байқайтын. Наркес, өңің бозарып кетіпті, шаршағансың ба? Мүмкін еңбек демалысын аларсың. Ол жымиятын. Бәр жақсы, жай ғана қыз ғой, көңіл-күйім түсіп жүр. Ол сенетін, құшақтап маңдайынан иіскеп жұмысына кететін. Ал Наркес терезе алдында тұрып, оның ауламен кетіп бара жатқанын бақылайтын. Жылы жымиысымен әскери шапанын киген кішіпейіл Сердарына қарап, жан ауыратын. Тән жарасы емес, одан да терең, ешқашан жазылмайтын жан жарасы есіне түсетін. Олар үшеуі досы ретінде, жарының жолдастары ретінде, аптасына бір рет, кейде жиірек келіп тұратын. Есікті қағып, «Сердар, біз келдік!» деп төрге жайғасатын. Сердар қуанатын, жан достары келді деп. Наркес дастархан жаятын. Түйнек, ет, шай. Күлімсіреп табақ тартатын, ыдысты жинайтын. Ал Айбар кесенің үстінен оған кекесінмен сұқтана қарайтын. Кейде Сердар ас үйге немесе дәретханаға шыққанда, «Сұлуым, сені сағындық!» деп сыбырлап көзін қысатын. Қахар мырс ететін, Алас қарқылдап күлетін. Олардың әрбір келуі жаңадан қорлаумен теңеді.
әр жолы сол суық еден, сол иіс, сол қолдар. Наркес жымиып шай беретін, бірақ іштей өліп бара жатты. Қазан айының соңында әр күні кішкенеден өліп жатты. Бір күні олар кеткен соң, Наркес түнде ұйықтай алмады. Қасында Сердар сәбише қолын жастанып тыныш ұйықтап жатыр. Терезе сыртында жарық, дымқыл қар, қаңыраған аула. Наркес түсінді, бұл ешқашан тоқтамайды. Олар тірі тұрғанда келе береді, дастарқан басына отырады, сұқтана қарайды, сыбырлайды, көздерін қысады. Бір күні Сердар жорыққа кеткенде олар жай ғана қонаққа келмейді. Жарын айтса, ол үшеуіне қарсы жалғыз шығады, не өлтіреді, не мүгедек қылады. Әлде 3 сардар бірігіп оны кінәлі қылып шығара ма? Сақшылар кімнің сөзіне сенеді? Әскери қосынның 3 сардары ма, әлде бір келіншек пе? Не айтады? Тойда өзі қылымсыды, көйлегі әдемі болды, бізбен бірге отырды, өзі кінәлі, дей ме? Жоқ, не сақшы, не жары, не арыз, не сот көмектеспейді. Басқа жол бар. Наркес жатып алып, жұмыстағыдай байсалды, мұқият ойлады. Ол химик. Ол заттарды біледі. Не нәрсе өлтіретінін, қандай мөлшерде және қалай әсер ететінін біледі. Зертханадағы сөренің 3-ші қатарында қоңыр шыны құтыда. Тығыны мықтап жабылған ыдыста не тұрғанын біледі. Бұл өндірістік еріткіш. Түсі сұйықтық, тәтті иісі бар. Тәтті сусынның ішінде оңай білінбей кетеді. 20-30 мл ажал мөлшері. Бауырдың істен шығуы. 30 сағат ішінде азаппен өлу. Жұрт оны ішімдікпен шатастырып, құрылыс алаңдарында ішіп, жатақханаларда уланып жататын. Бұған ешкім таңғалмайды, ешкім күмәнданбайды. Келесі күні зауытта түскі үзіліс басталғанда зертхана қаңырап бос қалды. Наркес химиялық заттар сақталған шкафты ашты. Қоңыр түсті құты сыртында ClCH, 2CH, 2Cl формуласы жазылған. Одан 100 мл-ді кішкентай дәріханалық құтыға құйып алды. Күңгірт шыны, резеңке тығын. Оны сөмкесінің ішкі қалтасына, айнасы мен тарағының артына жасырды. Шкафты жауып, жұмысына оралды. Қолы дірілдеген жоқ. Химиктің қолы ешқашан дірілдемейді. Үйге келіп дайындыққа кірісті. Анасының әдісімен қою күңгірт әрі тәтті шие шырынын қайнатты. Оны 3 литрлік шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышқа қойды. Сердардың жақсы көретін асы ет қосылған қамыр тағамын дайындады. Әлгі үшеуі де бұл тамақты әрқашан сүйсініп жейтін. 5 адамға дастархан жайды. 5 табақ, 5 кесе, 5 шанышқы. Бәрі ұқыпты, таза. Нағыз ибалы келіннің қолынан шыққандай. Сердарды көрші Әбілқайыр қарияға жіберді. Ол шатырдағы теледидар бағанасын жөндеуге көмек сұраған еді. Сердар, сен бара бер, мен қонақтарды қарсы алып тамақтандыра тұрайын деді. Сердар жымиып, Наркес, сен ең керемет жансың, деді де тез шығып кетті. Наркес терезе алдында тұрып, оның ауламен кетіп бара жатқанын бақылады. Ол Наркестің өміріндегі ештеңе білмейтін және ешқашан білмейтін жалғыз иманды жан. Есік қағылып, үшеуі кіріп келді. Шулы, көмілді, жолай бір жерден мас болып алған. Айбар терлеп тепшіп, қолында бір бөтелке арам суы бар. Қахар баяғыша қатал. Алас себепсіз қарқылдайдайды. Наркес сұлым, Сердар қайда? Ол көршіде бағана жөндеп жатыр, қазір келеді. Отырыңыздар, тамақ су пуат. Отырып алып әскери хикаяларын айтып, қарқылдап күліп, тамақты асай бастады. Айбар кесенің үстінен Наркеске сұқтана қарап, тамақты дәмді пісіреді екенсің, Наркес, Сердардың жолы болған жігіт деді. Наркес жымиып, табақтарды жинап, жаңасын қойып, мінсіз маскасын киіп жүрді. Іштей мұздай суық еді. Жігіттер, шие шырынын ішесіздер ме? Өзім қайнапқанмын, салқын деді. Әкел, мына тамақтан соң шөлдеп тұрмыз.
Наркес ас үйге барып тоңазытқыштан шырындалды. 4 кесе дайындады. Үшеуін қатар қойып, 4-шісін шетке бөлек қойды. Сөмкеден әлгі күңгірт шыны құтыны шығарды. Тәтті, білінер-білінбес иіс. Қолы байсалды, зертханадағыдай дәл. 30 миллилитрден алғашқы 3 кесеге құйды. Үстінен қою шие шырыным құйды. Шырынның тәттілігі дихлоретаның дәмін жұтып жіберді. 4-ші кесе өзіне арналған таза шырын. Сыяқымен шығып үшеуіне кеселерін ұсынды. Ішіңіздер, жігіттер, шөл басады. Айбар кесені алып 3 шытыммен тауысты. Қаһар арам судай бір-ақ тартып жіберді. Алас мылжындап отырып асықпай ішті. Наркес қарсы алдында отырып өз шырынын ішті. Жымиды. Олардың әрбір жұтымын бақылап отырды. 30 минуттан соң олар риза болып, мас күйінде кетіп қалды. Сердарға сәлем айт, жары керемет екен. Наркес есікті жауып, дәлізде қабырғаға сүйеніп тұрды. Тыныштық. Сағат соғып тұр. Ас үйде шүметкен су тамып тұр. Ол 5 минуттай тыныс алды. Сосын кеселерді ас содасымен 3 рет мұқият жуды. Құтыны шүберекке орап, балғамен шағып, сынықтарын қоқысқа тастады. Қоқысты ауладағы контейнерге апарып төкті. Сердар 1 сағаттан соң оралды. Көңілді. Кетіп қалыпты ғой, жақсы жігіттер еді. Наркес жымиып, «Иә, жақсы жігіттер. Саған сәлем айтты», деді. Сердар оны құшақтап, «Наркес, сен ең керемет жансың, солай емес пе?» деді. Ол жарына тығылып көзін жұмды. «Мен білемін, Сердар, білемін». Түнде біріншісі ауыра бастады. Айбар ішінің қатты ауырғаннан оянып кетті. Іші өртеніп бара жатқандай төсегіне, еденге құса берді. 1 сағаттан соң денесі құрса бастады. Жедел жәрдем келгенде, ол сөйлеуге де шамасы келмей, сарғайып, көздері шыныдай болып кеткен еді. Бауыр шіріп бара жатты. Олы сұйықтық өз ісін мұқият әрі қайтпас күйде атқарды. Шипажайдағы дәрі тамызғыштар мен асқазанды жуу көмектеспеді. Бәрі кешеді. 8 сағаттан соң Айбар ес-түссіз күйге түсіп, 9 сағаттан кейін ажал құшты. Қаһардың жағдайы сол тәтті шырыннан кейін 5 сағат өткенде әскер мекенінде нашарлады. Құсу, іш өту және адам төзгісіз ауырсыну басталды. Емші бұны арам судан улану деп ойлап, асқазанын жуғанымен пайдасы болмады. 3 сағаттан соң оның терісі мен көзінің ағы сап-сары болып кетті. Жедел жәрдеммен жансақтау бөліміне жеткізілгенімен, дәрігерлер бауырдың неге істен шыққанын түсіне алмады. Қаһар төсекте жатып, іштей қалай өліп бара жатқанын сезді. Ауырсыну толқын-толқын болып күшейе берді. 12 сағаттан кейін денесі құрысып, жан тапсырды. Алас, ең жасы әрі қайратты еді. Ол 22 жастағы бозбала, 1 тәулік бойы арпалысты. Жансақтау бөлімінде сарғайып, ісіп кеткен күйде жатты. Дәрігерлер улы заттың атын анықтағанда бәрі кешеді. Оның бауыры шіріп, бүйрегі істен шығып, қаны имай қалды. Алас соңғы деміне дейін есін жоғалтпай, төбеге телміріп жатты. Мейірбике ерніне су тигізгенде, ол суды жұта да, тіл қата да алмады. Тек мұңмен қараумен болды. 1 тәуліктен соң есінен танып, тағы 3 сағаттан кейін бақилық болды. 1 әскери қосыннан 3 мәйіт, 3 бірдей сардар. Сол күні әскери тергеудің шаршаған капитаны жетті. Мәйіттерді ашқанда үшеуінен де әлгі улы зат табылды. Оны қайдан алды? Қашан ішті? Тергеуші жолдастарын, көршілерін, соның ішінде Наркесті тергеді. Тергеуші үйге келгенде, Наркес оны сұлу, байсалды, әрі сабырлы күйде қарсы алды. Олар бізде қонақта болды. Ет асып бердім, өзім қайнатқан шие шырынын ішті. Біраз отырып, көңілді күйде кетіп қалған, деді ол. Тергеуші, шырыннан қалды ма? Деп сұрады. Наркес,
Әрине, тоңазытқышта жарты құтысы тұр, деп алып берді. Тексеріс қорытындысы бойынша шырын таза шықты. Тек шие, қант және су. Ешқандай із қалмады. Өйткені ажал әлгі шыны құтыда еді. Ал ол құты баяғыда шағылып, қоқыспен бірге қала сыртына кеткен болатын. Тергеушілердің болжамы бойынша, 3 сардар белгісіз жерден сапасыз ішімдік тауып ішкен. Мұндай оқиғалар зауыт маңында немесе қоймаларда жиі болып тұратын. Олар улы затты қолдан жасалған сусынмен шатастырып алған деп шешілді. Іс 2 айдан соң жазатайым оқиға деп шабылды. Сердар достары үшін қатты қайғырды. Ұзақ уақыт бойы тұйықталып, мұңға батты. Сене алмаймын. Айбар, қаһар, алас. Біз әскери оқу орнынан бері бірге едік. Қалайша бұлай болды? Деп күңіренетін. Наркес оны құшақтап, маңдайынан сипап. Сердар, өзіңді кінәлама. Сен ештеңе істей алмас едің. Деп жұбататын. Жары оған тығылып. Наркес, жақсы екен сенің барың. Сенсіз бұл қасіретті көтере алмас едім, дейтін. Наркес жарының қоңыр шашынан иіскеп, үнсіз жымиятын. Олар ұзақ әрі бақытты өмір сүрді. Сердар әскери қызметте үлкен шенге жетті. Наркес сол зауыттың зертханасында 30 жыл бойы жұмыс істеді. 2 бала өсіріп, ел қызығатын үлгілі отбасы болды. Сердар сол түнгі сұмдық туралы да, дәретханадағы қорлық туралы да, шие шырынына қосылған ажал туралы да ешқашан білген жоқ. Наркес бұл құпияны өзімен бірге, зертханадағы алыс сөрелердің, тығыны мықтап жабылған қоңыр құтылар мен өзі жатқа білетін химиялық формулалардың арасына мәңгілікке жасырып кетті. Бұл формулалар бір кездері оның намысын қорғап, өмірін сақтап қалған еді.